Қайырлы күн, балалар. Дүниетану сабағына қош келдіңдер. Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы отбасылық мерекелер. Сабақтың мақсаты отбасындағы мерекелер туралы білесің. Отбасындағы мерекені сипаттап айтып үйренесің. Балалар, сұрақтарға жауап беріп көрейік. Мереке деген не? Әдеттегі күннен мереке күнінің қандай айырмашылығы бар? Жақында сенің отбасында қандай мереке тойланды? Мерекше ол ерекше күн. Әр отбасының атап өтетін өз мерекелері бар. Анасы мен баласы бірлесіп дастархан жаяды. Қазақ халқы қонақжай халық. Мерекелік дастарханға отбасының ең жақын туыстары ғана жиналады. Суреттерге қарап, отбасы қандай мерекені тойлап жатқанын айтып бер. Келесі мына суретке қара. Суретте қандай әдет ғұрып орындалып жатыр? Ол туралы не білесің? Сәби қаз тұрып, алғаш рет қадам басады. Бұл қуанышты барлық отбасы тойлайды. Тұсаукесер ырымын жасайды. Осы сәттен сәбидің өмірінде жаңа кезең басталады. Ол жүруді үйреніп, жан-жағын танитын болады. Бұны біз тұсаукесер тойы деп тойлаймыз, өздеріне белгілі. Әр отбасында тойланады. Балалар, жұмыс дәптеріндегі бірінші суретке назар аударайық. Арман отбасына арнап мерекелік хаттың суретін салды. Ол суретті қай мереке күніне арнап салды? Суреттің тақырыбын жаз. Бұл мереке жайлы не білесің? Ата-анаңа айтып көр. Балалар, отбасындағы мерекелік дастарханның суретін сал. Мұндай мерекеге қандай тағамдар даярланады? Торттан басқа тағы да қандай тағамдар даярланады? Солардың суретін салып көр. Келесі суретке мұқият қара. Отбасылық мерекелерді есіңе түсірдің бе? Олар туралы не білесің? Сыныпта әңгімелеп беруге дайындалып кел. Бүгінгі сабақтағы жұмысыңды бағалап, дәптерге сөйлемді аяқтап жаз. Мен не біліп алдым? Нені есте сақтадым? Нені үйреніп алдым? Нені қайталадым? Және неден қиналдым? Бүгінгі сабақта сендер отбасылық мерекелермен таныстыңдар. Кері байланыс жасап көрелік. Қызыл түс. Отбасындағы мерекелер туралы білдім. Отбасындағы мерекені сипаттауда қиналдым. Сары түс. Отбасындағы мерекелер туралы білдім. Отбасындағы мерекені сипаттауда қателіктер жібердім. Жасыл түс. Отбасындағы мерекелер туралы білдім. Отбасындағы мерекені сипаттай алдым. Балалар, бүгінгі біздің сабағымыз аяқталды. Назарларыңызға рахмет.